адамның түсінігінің кеңдігін оның не нәрсеге ренжитініне қарап анықтауға болады. Кейбір адамдар болады, олардың фокусы, олардың назары ұсақталғаны соншалық айналасындағы ұсақ-түйек дүниелерге қатты мән береді. Яғни сіздің ол түшкірген кезде сіздің сау бол деп айтпағандығыңыз оның жүрегін қатты жаралайды. Сіздің оған қасықты дұрыс ұсынбағаныңыз, алдына кесені дұрыс қоймағаныңыз ол адамның көңіліне тиеді. Егер де сіз ол адамды көшеде көрген кезде, қандай да бір жағдайда көрмей, амандаспай өтіп кететін болсаңыз, не болмаса ол адамнан сізге смс келген кезде сіз оған ұмытып жауап қатпайтын болсаңыз, бұл деген сөз сіздің ол адамның бүкіл адами құндылықтарын, адамдық болмысын аяққа таптағаныңызбен бірдей. Не болмаса сіз смс жіберген кезде ол адамға смайлик қосып жібермесеңіз да, смс-іңізге, бұл ол адам үшін вызовпен бірдей. Басының ішінде сізге қарсы сөз дайындау, сізге қарсы жауап дайындау, да, ішінде сізбен күресу, кешке дейін сіздің әрекетіңіз туралы ойлана беру. Ондай адамдармен қарым-қатынас құру өте қиын, ондай адамдармен әңгімелесу өте қиын. Сіз өзіңіз ол адамдардан қашасыз, және ол адамдардың жаман болғандығынан емес, сіз өзіңіз біреуді ренжітіп те шаршайсыз, кешке дейін біреудің көңіліне тиіп те шаршайсыз. Өйткені сіз білесіз, сіздің айтқан әрбір сөзіңіз оның көңіліне тиіп жатыр. Әрбір сіздің іс-әрекетіңіз өзіңіз байқамайтын оның көңіліне тиіп жатыр, ол оның ішінде жиналып жатыр, ол оның ішінде сақталып жатыр, және жиналған сақталған дүние әрине ол бір күні сыртқа шығады. Бұл деген сөз адам өзінің энергиясын басқара алмайды деген сөз. Егер де сіз мықты тұлға болғыңыз келсе, да, өмірде бір орын алғыңыз келсе, ол үшін сізге құстың ұшатын деңгейінде ойланып білу қажет. Егер де болмайтын дүние сізді ренжітетін болса, жаңағыда ұсақ-түйек дүниелер, кім сізге қалай қарады, кім сізге не айтты, кім сізге қандай жест білдірді деген нәрселер сізді ренжітетін болса, сіз ешқашан дамымайсыз. Алла тағала адамға жалпы барлық жақсылықты бірден бере салуға дайын. Құдай үшін сіздің сұраған байлығыңыз, сұраған өміріңіз түк емес. Жай ғана сіз өзіңіз оны көтере алмайсыз, көтере алмағаныңыз үшін өзіңізге рұқсат бермейсіз. Өйткені дәл осындай ұсақ-түйек дүниелер сізді ренжітетін болса, өміріңізге үлкен дүние келген кездегі сіздің күйіңізді елестетудің өзі қорқынышты. Егер де сіз ойласаңыз, бұл дүние ең ауыр дүние екен ғой деп, бұның екінші жағы бар. Бұдан да ауыры, дәл осындай адамдар басқа адамдарды да өздері сияқты деп ойлайды. Яғни басқа адамдарды да болмашы дүниеге ренжит деп ойлайды. Ал соның кесірінен дәл осы адамдар ешқашан ешкімге өзінің шынайы ойын айтпайды. Ешқашан ешкімге өзінің шынайы ниетін көрсетпейді. Өйткені ренжітіп алудан қорқады. Кешке дейін бетіне мақтай беру, кешке дейін жақсы нәрсе айта беру. Кей кездері ондай адамдан да өзіңіз қашасыз. Мақтай беретін адамнан да ондай адамды өзіңіз көргіңіз келмейді. Өйткені ол жерде өтірік көп, ол жерде фальш көп. Бұндай жағдайда дұрыс қарым-қатынас құрылмайды. Сіз нақты анық біліп тұрасыз ол адамның өзінің ойын айтпағанын, сіз шыңыздан кейде жалынатын сәттер болады, маған шындықты айтшы, бетіме айтшы деген сияқты. Яғни санасы жоғары адам, түсінігі терең адам, ол өзі туралы критиканы көтере алады, өзі туралы сынды мойындай алады, мойында ести алады, көтере алады. Сол себепті ол адам шындықты естуді оның жаны қалайды. Сол себепті қалжыңдай білу, қалжыңды көтере білудің өзі өнер. Яғни қай кезде сіз сондай адамды кездестіресіз өміріңізде, да, еш нәрсеге ренжімейтін, ол адамның жанында сіздің тынысыңыз ашылады. Ол адаммен сөйлесу, ол адаммен әңгіме құру, ол адамның жанында отырудың өзі сіздің жаныңызға рахат сыйлайды.